оқушысы Раймақгүл және Мұхамбетқызы Іңкәр сіздердің назарларыңызға ғылыми жобамызды ұсынамыз. Біздің ғылыми жобамыздың тақырыбы табиғи сабын жасау. Міне, осы сабын біз күнбағыстан жасадық. Қазіргі кезде сабындардың құрамында химиялық қоспалар бар. Олар теріге және қоршаған ортаға зиян әкеледі. Сол себепті біз табиғи экологиялық сабын жасаймыз деп шештік. Біздің бұл жобамыздың басты мақсаты табиғи қоспасыз сабын жасап, оның сапасын анықтау. Біз тәжірибеде күнбағыс майы, су және натрий гидроксидінің сілтісін, сонымен қатар қатты сабынға арналған формочка, қасықтар және де термометр және осы заттарды салуға арналған ыдыстар. Сабын жасау үшін біз алдымен 14 грамм натрий гидроксидін аламыз. Натрий гидроксидін қосамыз. Және 30 мл суды өлшеп аламыз. Натрий гидроксидін суға салып, 40 градусқа дейін суытатып аламыз. 100 грамм күнбағыс майын өлшеп аламыз. Майды 40 градусқа шейін қыздырамыз. Натрий гидроксиді ерітіндісін күнбағыс майына жаймендеп құямыз. Дайын болған консистенцияны формочкаға құйып, 2 аптаға қатыруға қоямыз. Екі аптада дайын болған сабынымыз мен, бұл сабынның қорытындылай келе pH деңгейі 8-9 болды. Яғни бұл теріге пайдалы және қоспасыз болып келеді. Сонымен қатар сабын теріні құрғатпайды, керісінше ылғалдандырады және аллергия тудырмайды. Бұл сабын экологиялық таза, суда толық ериді және теріге зақым келтірмейді. Назарларыңызға рахмет.